Қол сағаты көптеген адамдардың классикалық аксессуары. Қазіргі таңда оны уақыттың нақты қанша болғанын білу үшін ғана емес, сонымен қатар кейбір адамдар дәрежесін көрсету үшін де пайдаланады. Олардың кейбірі әдемілігімен ғана емес, механизмінің күрделілігімен ерекшеленетін және қарапайым адамның қолы жетпейтін қымбат сағаттар да бар. Біз бүгін назарларыңызға әлемдегі ең қымбат 7 қол сағаттар топтамасын ұсынамыз. Бұл сағатты тек қана Сағаттар атты 6-шы қайырымдылық аукционы үшін жасап шығарды. Сағат алғашқы және жалғыз басылым болды. 2015 жылы Женевада өткізілген қайырымдылық аукционы үшін Патек Филипп корпус диаметрі 36,8 мм болатын циферблаты көк эмалдан жасалған нұсқасын ұсынды. Сағатты, минутты және секундты көрсетумен қатар, модельдің механизмі шексіз күнтізбені және турбион функциясын қолдайды. 2016 жылдың қарашасында бұл сағат Philips аукционы үйінің кезекті отырысында 11,15 миллион долларға сатылды. Компанияның бұл моделі хронографы және шексіз күнтізбесі бар алғашқы сағаттары болды және 1941 жылдан 1955 жылға аралықта жасалған. Сатылған сағаттың артқы қақпағындағы гравировкасында 1943 жыл деп жазылған. Бұл турбионды қозғалтқышты сағаттың бауы меруерт бедерлі 260 қауқартаспен қапталған таза ақ алтыннан жасалған. Бұл қол сағатты Джекоб және Ко компаниясы итальяндық бизнесмен Флавио Бриатормен бірлесе отырып әзірледі. Бағаланған құны 18,8 миллион ақш долларын құрады. Зергерлік және сағат өнерінің барлық жетістіктерін өз бойына топтастырған эксклюзивті білезік сағат. Сағаттың беті гауһар тастармен молынан көмкерілген. Оның ортасынан кішкентай циферблатты көруге болады. 3 негізгі жүрек тәрізді гауһар тас, ақ, қызыл және көк циферблаттың айналасында орналасқан. Олардың жалпы салмағы 38 каратқа тең. Ал сағаттың 874 қымбат тастардың салмағы 200 карат. Бұл швейцариялық бренд сағатының құны шамамен 26 миллион долларға бағаланды. Бауы таза алтыннан жасалған сағат 576 гауһар таспен 11 оникс кристалымен безендірілген, ал күміс циферблат жақұт әйнекпен жабылған. Таң қалдырарлық деп аталатын граф зергерлік үйінен шыққан әлемдегі ең құнды өзгеретін сағат. 152,196 каратты ақ қауқартаспен және 38,113 каратты алмұрт тәрізді гауһартаспен безендірілген. Уақытты көрсету функциясынан басқа, мұны зергерлік бұйым ретінде, яғни білезікке айналдыруға болады. Ал циферблатты жабатын орталық тасты арнайы осы үшін жасалған сақинаға орнату мүмкіндігіне ие. Граф атты британдық зергерлік ұйымы әлемдегі ең қымбат сағатты ұсынды. Калейдоскопқа ұқсаған түрлі түсті тастармен безендірілген бұл сағат 55 миллион долларға бағаланды. Әйелдерге арналған бұл сағат 110 караттық түрлі түсті гауһартаспен қапталған. Осы сағатты жасау үшін граф ұйымының басшысы өзіндегі барлық мықты дизайнерлер мен тәжірибелі қол өнершілерді шақырды.